Мына әжетханалар 55 мың теңгеде. 1,22 квадрат. Неге десеңіздер, бұл профилистің ұзындығы бағасы 12 мың теңге. Тек қана үшеу маусында шығатмын. Краскілесең 65 мың теңге. Мына әжетхана 50 мың теңге. Бұнаумен екеуінің айырмашылығы екі талайды. Сосын айтайын дегенім, мұндай умумаликтер бар, анда толып тұр ғой 20 мыңнан. Мына просто далаға қойсаң мысалы, жақсы ғой 10 мың теңге. Алам дейтіндер болса. Мынау обычный, мына іші бейті ашылады, жабылады. Несі бар, қоятыны бар. Душ та осындай. Душ бағана көрсеттім. Бірақ айта алмадым душқа да. Мен тез мына жұмыс істеп, походу жұмыс істеп жатырмын. Походу қолым босамай жатыр ағайындар. 5 минут жұмыс істеймін, 5 минут ананы істеймін. Қазір айта Бұлай мен тазалағанда идеально жылтыраған болмайды. Мен тек қана бағанағыдай ата әжелеріміздің қолына кіріп кетпеу үшін жас балдар, қытайхана балдар бағанағыдай. Солар үшін тазалаймын. Осындайым бар да бір. Ал кейбірлеріне енді ұмытылып кетсе, ұмытылып кетеді ол. Сондай болады енді, онда анда-санда болып тұрады. Байдың қызында да болады дейді ғой. Сосын так, бұны істедім, ұмытып кетемін мен бірден. Мынаны да жылтыратып қойдым уже. Так, осындай жылтыратқан ағайындар бар. Баяғыда Махамбет деген ағамыз болды. Олардікі қымбат. Бірақ енді жылтырап тұр. Бірақ ойлап қарасаңыздар, әжетхана деген тек қана нужда ғой. Бағанағыдай жаман нәрсені шығарасың да, тез дәрет сындырасың да кетесің ғой. Краскілеп беремін ағайындар, айттым ғой. Мынау 60 мың, душ 65 мың. Краскілеп берсем, душ та осындай болады. Мынау деген, мынау қандай болады еді. Мынау 60 мың теңге. Краскілеп бере қойшы балам деп айтады ғой біреулер. Баяғыда мен деген малдың басын сондай саптым. Міне, мынау мангал. Мынау 15 жыл болған киген менің көйлегім деп қоясың. Так, мангал, міне ошақ. Мынау деген үлкен ошақ. 40 мың теңге. Мынау 20 мың теңге. Бұны алам дейтіндер болса. Так, енді бұған енді кірмеймін мен. Мен айтайын деген. Так, мен бірдем істеп жатырмын. Көзі жел дала деген. Очкиге болып. Болды ғой, жер стол бар. Так, сосын айтайын деген метр 53 стол бар. Тағы бір стол. Қалапнемшілер ағайындар. Ұмытып кетемін қазір просто. Бірдемелер істеп. Қазір бастап қоймасам, ұмытып кетеміз просто. Мұндай жерлер таза болу керек мына кіреберісте. Міне бір метрлов істеп жатыр ғой мысалы. Метрлов толып тұр. Метрлов 5 теңге шығар енді. Осы метровты лақтырады уақыты болды. Лақтырып та көріп осындай бар достар. Болды, кетті. Енді қазір 5 минут. Болды, менде осы ара андығымда келіп тұрған осы ара. Осыған мұнда бір шүкіршілік. Басқа айттым ғой ана. Ағайындар, болатын болсаңыздар, жағдайларыңыз болса, жағдайларыңыз жетсе, маған беріңіздер. Болды, очки киіп алдым мына. Көзілдіктің очкиін негізі пайдаланған дұрыс, көп пайдаланбайды. Сосын айтайын дегенім, қолдағы Қытай балдар кіре етеді ғой. Сол үшін Қытай балдар, оппа, есіме түсіп кетті.
Қазір мен Қытай балдарды өбекші. Осындай жақсы болады. Мындай не бар менде. Қазір. Оны қайда қойдым екен? Так. Оны қайда қойдым? Қазір көрсетем. Мына екі тұр ма? Кішкентай бар міне. Кішкентай бар міне. Осылай салып қоямын. Мына шу қотыпты. Осылай саламын. Қытай балдар кіріп кетпеу үшін кілтік бедесіздер далаға. Мына жерге саламыз. Көрдіңіздер ме? Саламыз. Мына кілті бар. Ішінен кілтенетін. Ішінен кілтенетін. Ал енді айтайын деген ағайындар. Айтады сөз көп қой, просто телефонымда нашар мен. Телефон сатам ағайындар. Осы 3 телефон сатып жіберемін 50 мыңға. Алатындар болса, қырда жүргендер, балдарыңызға алып беремін десеңіздер, каникулда 3 телефон 50 мыңға күшті емес пе? Осыны істейін, достар. Қазір. Бұлай. Осындай болады енді. Осындай болады. Ауылға шұрық салғам. Жұтық olmaydı ғой. Лас қой мынау деген. Көрсетіп көрейін деген ғой. Міне. Алып қойдым. Көрдіңіздер ме? 5 минутта мысалы. Ал енді ағайындар қараңыздар. Мына біздің елімізде жүрген азаматтар бар. Балық аулап, таңертең кешке дейін балыққа кетеді. Или бекіре аулауға кетеді. Мысалы балықта жақсы аулаған бөлек енді аулап алып келеді де күніне 7 мыңнан 30 күн болмайды олар деген. 30 күн болғанда 210 мың. Сол келеді де 7 мыңнан береді де Теңіз ауылдық округі, Катаев, Жаңа Талап, Бөкейхан ауылы және де Жаңа ауыл. Сондай ауылдарда Шортанбай ауылында балық аулайтындар, балық жасайтын разделкаде сондай да ағайындар бар. Таңертең кешке дейін есі кетіп жұмыс істейді. Қыз балалар да 7 мың табады. Ал сол адамдар мен естідім бір келген. Сондай адамдар кейде келеді осындай. Шеш дейді. 45-ке бер шеш дейді. Беріп жүрдім. Қазір енді ренжімеңіздер. Мен сондай қайырымдылықпен айналысқан екен. Ағайындар көп білмейді да. Бірақ мен қанша мынау не болып кетті? Неше минут болып кетті мынау? Мынау салынбайды енді. Сондай азаматтар бар екен да. Еңбегін бағалап отыр ғой сенің 7 мың теңге. Таңертең кешке дейін есің кетіп істейсің да 7 мың теңге. Ал мен мынаны демалып қойып істесем де, бірақ қолыма шөңге кіріп кетеді, ағаш кіріп кетеді, темір кіріп кетеді, шуруп кіріп кетеді. Бірақ мен жасаймын, мен түсіре алмаймын ағайындар. Сондай азаматтар бар. Ойнап айтқан боларсыздар енді. Бірақ ойнап айтсаңыз да, ойындағыңызды айтпаңыздар ағайындар. Оңай емес жұмыс. Айттым ғой. 50 мың, душ 65 мың, краскіленген, краскіленбеген 55 мың.
әжетхана тоже 55 мың. Ал краска денсе 10 мың қосып тұрмын ғой. Еңбегім бар ғой. Амандықта болайық, еліміз аман жұртымыз тыныш болсын.